Сәлем достар. Бүгінгі дайындайтын біздің кезекті рулетіміз бұл бізде курение рулет сухофруктымен. Ол үшін сіздерге керекті заттар, олар тауық еті, филеден дайындалған фарш, дәмдеуіштер, тұз, бұрыш менде, және де сухари, панировочный сухари дейміз, нанның ұсақталған түрі, және де бір сарымсақ, бір зубчик дейміз, және де бізде жұмыртқамыз, бір жұмыртқа. Мынау бізде сухофруктында өріктеріміз өте құрғақ болу керек. Мякотты жұмсақ алмаймыз, себебі піскен кезде ол езіліп кетеді. Одан бөлек бізде ортаға салынатын слойды жақсы көрсетіп тұратын бұл бізде нори қағазы. Білесіздер, сушидің сыртындағы тұрған қағаз, осы нори қағазын қолданамыз. Ал ендеше дайындау жолын көрсетейін сіздерге. Енді бізге керекті шегілген тауық еті, фарш, біз бұны филеден дайындадық. Осыған дәмдеуіштерді қосамыз, тұз, бұрыш, сарымсақ, езілген сарымсағымыз, бір қасық панировный сухаримыз, және де жұмыртқамыз. Бәрін жақсылап біркелкі қылып араластырамыз. Біркелкі қылып араластырамыз, себебі ортасындағы тұзымыз бен бұрышымыз еру керек. Міне осындай масса болу керек біркелкі. Енді бұны біз фольганың бетіне қондырамыз. Міне біз фольгамызды төсеп алдық. Енді осы фольгамызға білесіздер, тауық еті құрғақ болады, сол себептен жабысқауы мүмкін фольгамыздың бетіне. Енді жабыспау үшін біз аздап пістемайды құямыз үстіне. Осы пістемайға қазір біз тауық етін салып, осы кішкентай айналдырып аламыз. Және де осыны пластинка ретінде созып жайып шығамыз. Өте жұқа жайылу керек. Міне осылайша өте жұқа жайып шықтық. Көрдіңіздер, екі жан жағы біркелкі сызықта, басы да. Енді бұның ортасына біз жаңағы айтқан нори қағазымызды қоятын боламыз. Ол үшін бізге бөліп аламыз нори қағазын. Себебі бұл жалпақ түрінде бізге көптік етеді. Дәл ортасына қоямыз. Міне осылайша ортасына қойдық біз нори қағазымызды. Енді бізге сухофруктымызды, өрігімізді екі жанына қойып шығамыз. Тізбектетіп. Сухофруктыдан бөлек қара мейіз қоссаңыздар болады. Ол үшін алдын ала жуып, тазалап, кептіріп аламыз. Өрікті де дәл солай. Черносливпен істеуге болады, бірақ чернослив өте қатты кепкен болса, егер. Бізде ортада нори қағазы болғандықтан сухофруктыдан тек өрік аламыз.
мына енді бұл біздің курение рулетімізді даққа осылай фальканы көтере отыра үстінен басып орап шығамыз. Бір-біріне бірігу керек. Және әр ораған кезде нығыздап саусақпен басып отыратын боламыз. Егер қағазға жабысып жатса фалькамызға, онда қолдың көмегімен түсіріп отырамыз. Бұлай жабысып қалмасын десеңіздер, майды көбіректеу жағасыздар астына фалькаларыңызға. Ораған кезде қиындық тудырмайды сіздерге. Осылай орап шықтық бәрін. Біркелкі болды. Енді екі жағын осылай сәл нығыздаймыз. Себебі ораған кезде ұзарып кетеді. Енді өзінің фалькасымен қатты нығыздап отырып, қолдың көмегімен нығыздап орап шығамыз. Тағы да сыртынан бір фалькамен орап шығамыз. Күйіп кетпеу үшін, өзімізге сақтық үшін. Әркімнің пеші әртүрлі қыздырғандықтан, сол себептен екі қабат фалькаға ораған абзал. Және де осы рулетімізді 35 минут 180 градуста пісіреміз. Білесіздер, тауық еті тез піседі, сол себептен 35 минут пісіреміз. Ал ендеше пешімізге саламыз. Мына қыздар, біздің курение рулетіміз жақсылап пісіп, суып, холодильникте 1 сағат тұрып, енді мына фалькасынан босатып, сіздерге кесіп көрсететін боламыз. Фалькасынан босатамыз. Мына қыздар, сыртындағы фалькасынан босаттық. Енді қазір кесеміз. Осындай болады біздің курение рулетіміз. Біздің курение рулетіміз осындай керемет болып шықты. Ортасына нори қағазымыз және сухофруктымыз. Ас болсын қыздар.